тақырыбы ою-өрнектер жасаймыз. Сабақ барысында сендер компьютерлік бағдарламаларда меню командаларын пайдалану, сурет фрагментін көшіру және шағылстыру, сондай-ақ нысанның сыртқы түрін өзгерту бойынша білімдеріңді толықтырасыңдар. Енді біз Paint графикалық редакторында сурет салу жолдарының түрлерімен жұмыс жасайтын боламыз. Ал енді біз бүгін сурет фрагменттерімен және оларды қандай командалардың көмегімен жүргізуге болатынын анықтаймыз. Ең алдымен сурет салу командаларын пайдаланамыз. Ол үшін дайын ою-өрнек суретінің фрагментін интернеттен көшіріп аламыз. Сендерде менімен бірге қайталап жасап отырсаңдар, тез үйреніп аласыңдар. Ол үшін біз Яндекс браузерін 2 рет шерту арқылы ашып аламыз. Ашылған браузердің найти деген іздеу жолына ою-өрнектер деп жазамыз да, картинки дегенді таңдаймыз. Содан кейін өзімізге керекті ою-өрнек суреттердің ішінен бір фрагментін көшіріп алуымыз керек. Ол үшін сурет фрагментін белгілеп, көшіру, қою командалар арқылы Paint графикалық редакторына мен 2 ою-өрнекті көшіріп әкеліп алдым. Сендерде мен сияқты көшіріп әкелді деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырмада сурет фрагментін көшіріп алып, оны келесі бетімен шағылстырамын. Ол үшін мен алдымен оюдың бөлігін белгілеп, бос орынға орналастыру арқылы выделить басырмасын басып, сурет фрагментін белгілеймін де, көшіру, қою командаларын орындау арқылы бос орынға суреттің фрагментін әкеліп қоямын. Енді осы сурет фрагментін көшіріп, және оны келесі бетімен шағылстырамын. Ол үшін бірінші фрагментті көшіріп аламын да, выделить батырмасы арқылы көшіру, қою командасымен екінші рет сурет фрагментін шығарып аламын. Міне, біз екінші бөлігін көшіріп әкелдік. Сол екінші бөлікті повернуть, отразить по горизонтали командалары арқылы бұрамын. Сол кезде бастапқы суретке бұрылып, оюдың бейнесі шығады. Сендер де менімен бірдей әкеліп қойды деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде суреттердің сыртқы түрін өзгерту үшін қию, бұру, өлшемін өзгерту амалдарымен де жұмыс жасауға болады. Ол үшін суреттің бір бөлігін белгілеп, алып, қию командасы арқылы жоюға немесе алып тастауға болады. Болмаса, көшіру, қою командасымен екінші көшірмесін көшіру арқылы повернуть на 90 градусов вправо, повернуть на 90 градусов влево, повернуть на 180 градусов деп қалаған жағымызға қарай 90 градусқа немесе 180 градусқа бұруға болады. Ал балалар, енді өздерің оюдың суретін белгілеу арқылы оң жаққа және сол жаққа орналастырып көріңдер. Мен алдымен оюды белгілеп алып, выделить батырмасы арқылы көшіру, қою командасымен екінші оюды шығарып алдым. Оны повернуть на 90 градусов вправо командасы арқылы бұрып, бірінші оюдың жанына әкеліп қойдым. Тағы да осылай қайталап отырып, выделить батырмасы арқылы көшіру, қою командасымен екінші оюды шығарып алдым. Оны повернуть на 90 градусов влево командасы арқылы бұрып, бірінші оюдың жанына әкеліп қойдым. Сендер де осылай жасады деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Ал балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабақта сендер компьютерлік бағдарламаларда меню командаларын пайдалану, сурет фрагмент көшіру және шағылстыру, нысанның сыртқы түрін өзгерту, қию, бұру, өлшемін өзгерту бойынша білімдеріңді толықтырдыңдар. Жарайсыңдар балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.